Кенже Ахметов Сейіт, жазушы, сықақшы, этнограф. 1939 жылы 12 қаңтарда Жангелдин ауданы Қызбел аймағындағы Сарықопа деген жерде туған. Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтында оқыған. Кейін Қазақ мемлекеттік университеттің журналистика факультетін бітірген. Еңбек жолын аудандық Жаңа өмір газетінің бөлім меңгерушілігінен бастаған. 1966-1977 жылдары Қостанай, Торғай облысы газеттерінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы болып қызмет атқарады. 1977-1989 жылдары Қазақстан жазушылар одағының Торғай облыстық кеңесшісі, 1989-2002 жылдары Торғай облысының қазақ тілі қоғамының төрағасы әрі Ибрай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогика институтында доцент, кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарды. Қазақ әдебиеті тарихынан дәріс оқыды. 2003 жылы Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы Отырар кітапханасы ғылыми зерттеу орталығында аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер болды. Әдебиетте алғашқы қадамын сатирикалық өлеңдер мен мысалдар жазудан бастаған. Этнографиялық танымдық еңбектер үшін Ана тілі газетінің ана тілінің санлағы құрметті атағына ие болды. Жеті қазына атты 4 кітаптан тұратын ұлт мәдениетіне арналған ғылыми еңбегі үшін Қостанай облысы меценаттарының қазына атты сыйлығын алды. Сейіт Кенже Ахметов Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздік қызметкері, Торғай және Арқалық қалаларының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен марапатталған.